жалпы бүгінгі сабағымыз нәпсімен күрес деп аталынады. Мен осы курстың басында болатыны жалпы өзгеру дегеніміз ол тек қана жақсы жаққа өзгеру емес. Біз мысалы толып кеткен адамды көрсек, мә өзгеріп кетті деп айтамыз. Әбдіжіп кеткен адамды көрсек те, мә мынау өзгеріп кетті деп айтамыз, иә. Немесе бұрын мынау әп-әдемі киініп, күшті болып жүруші еді, қазір онша емес болып қапты деп. Яғни өзгеру деген тек қана жақсы жаққа өзгеру емес, иә. Кері кетіп қалған адамды да біз өзгеріп кетті деп айта береміз. Ал енді біздің курсқа қатысқандардың жалпы алдыға қарай, жақсы жағына қарай өзгергенін қалаймыз. Осы жағынан курсымыз пайдалы болса деген ниетпен жасап жатырмыз. Сондықтан нәпсінің былай қарасаңыз, бұл миллионер курсына түк қатысы жоқ сияқты. Өйткені қарасаңыз, ақшаға мінезімнің не қатысы бар? Біздің көп адамдардың проблемасы больға жақындамай, травмаға тиіспей, нәпсіні сындырмай, бай болып кеткісі келеді. Өзін өзгертпей, ақшасын өзгертіп кеткісі келеді. Бұл енді былайша айтқанда көбінесе мүмкін емес нәрсе. Одан кейін өте көп мынандай нәтижелерді естіп жатамыз. Ақшаны таптым, қалаған 15 миллион чекқа жеттім, бірақ жүрегімде тыныштық жоқ. Ештеңе қызық емес деген кісілер өте көп келіп жатыр қазір. Қорқып жатырмын, өзімді жалғыз сезінемін. Яғни бұл нені көрсетеді? Ақша адамның жан жүрегіне бақыт әкелмейді. Иә, ақша бізге жылдамдықтың құралы. Біз қалаған нәрсемізге ақшамыз болса тезірек қол жеткіземіз. Ақша сервис, ақша комфорт, ақша өте жақсы нәрсе, жаман нәрсе емес. Бірақ ақша жүрекке тыныштық әкелмейді. Қай жағдайда тыныштық әкелмейді? Көп жағдайда біз миымызға ақшаны емес, мысалы үшін көп адам Аллахқа деген махаббатты, Алламен сырласуды, рухани байлықты миымызға кіргізіп аламыз. Зікір айтамыз көбінесе, жақсылық жасап жатамыз, садақа бердім мен, бүйтіп жатамыз мимен. Не үшін жасаймыз ондай амалдарды? Бай болғымыз келіп. Яғни біздің ауысып кеткен дүниеміз миымызда рухани байлық бар да, жүрегімізде кәдімгі материалдық байлық. Жүрегімізге ақшаға деген махаббат. Жүрекке ақшаны кіргізіп тастаған кезде миымыз шаршайды, ақша ешқандай рахат әкелмейді, жүрегіміз мазасызданады. Өйткені жүректер Алланы еске алумен ғана тынышталады. Осы екі орны ауысып кеткендіктен бізде көбінесе тыныштық болмай жатады. Нәпсіні сындыру деген мәселені талқылай қараңыздар. Қазақ керемет айтқан, бұл 1000 миллион рет айтылған, менің бүкіл сабағымда айтылып жүрген дүние. Басқа коуч, менторлардың, басқа психологтардың сабағынан естіп жүрсіздер. 1000 рет естіген дүниеңізді 1001 рет тағы да айтуға мәжбүрмін. Не үшін? Өйткені бұл тақырыпта айналып өтіп, жаңаша бір дүние ұсынып, сіздерді өзгертіп жүретін методика, тактика жоқ. Қайдан іздесеңіздер таппайсыздар. Кез келген маманның алдына барсаңыздар бір нәрсені айтады. Нені айтады? Ешкіммен ұрсыспай, ренжіспей тыныш жүруді айтады. Қазақ керемет айтқан, бір күнгі ұрыс 40 күнге берекені алып қояды. 40 күнге берекені алып қояды. Өзі қай үйде ұрыс көп, ол үйде ақша жоқ. Ол үйдің адамдарында, денсаулықтарында проблема өте көп. Ол үйде кедейшілік, ол үйде берекесіздік. Енді өзіңіз ары қарай дамыта берсеңіздер болады. Нәпсіні сындыру дегеніміз не? Нәпсіні сындыру дегеніміз бұл көбінесе былай айтсақ болады, тілге ие болу. Үндемейтін жерде үндемей қоя салу. Түсінесіздер ме? Мысалы үшін біреу сізді, біреу маған келіп айтуы мүмкін, сен нашар адамсың деуі мүмкін да. Триггер дегенге қайтып алатын болсақ, маған біреудің нашар адамсың дегеннен, сен салақсың дегеннен, сен жалқаусың, сен семіріп кетіпсің, сен соңғы кезде ұнамайсың деген сөзінен менің бір жан дүниемде жаман сезім пайда болса, триггер, яғни ол менің проблемам. Өйткені маған жаман болып тұр. Ол адам айтты, кетті, болды. Ал егер мен бұл нәрсені қабылдамасам, басқа адам, мысалы үшін менің 4 миллионнан аса оқырманым бар. 4 миллионнан аса оқырманның 4 миллионнан аса пікірі бар. Біреу маған жақсысың дейді, біреу жамансың дейді, біреу пысықсың дейді, біреу жалқаусың дейді. Біреу сен халыққа пайдалысың дейді, біреу пайдаң жоқ дейді. Әркім өзінің айнасын менен көреді. Егер мен жақсысың десе, ойбай десем, жамансың десе, көңілім түсіп қалса, мықтысың десе, қуанып, жамансың десе, өсти беретін болсам, онда бұл айнадан ештеңе керек қалмайды. Мен әркімнің пікіріне жалтақтап өмір сүретін болсам, мен өз өмірімді сүрмеймін, менің өмірімді олар сүреді. Менің көңіл күйімнің қалай болуын олар шешеді. Нәпсіні сындыру әрине оңай дүние емес. Нәпсіні сындыру кез келген ашулы, көңіл күйіңіз түсіретін эмоция сізбен үнемі қалып қоймайды. Сіз қазір ашуланып тұрсаңыз да бір нәрсе біліңіз, бұл уақытша. Бір адам сізге тиісті ма, сіздің ішіңіз жағымсыз,
бұл уақытша. Көңіл күйіңіз түсіп тұр ма? Бұл уақытша. Сондықтан да уақытша нәрсеге ашуланып, айқайлап, соған тұра ма бұл өмір? Әрине тұрмайды. Нәпсіні сындыру. Мысалы үшін менің көп оқырмандарым айтады, марафон қатысушыларым айтады, мен кешір деген сөз айта алмаймын дейді. Орыстарда мықты психолог мама бар, Дмитрий Троицкий деген, мен бұл методиканы миллион рет айтқам, тағы да айтқым келіп тұр, өйткені былай қарасаңыз түкке тұрмайтын нәрсе, негізінде өте мықты методика. Троицкийдің бір әңгімесінде бұл болған оқиға, бір үлкен шенеуніктің әйелі, күйеуі істі болады, бүкіл дүниесі конфискацияға кетіп, әйелі қатты қиналып, сонда Троицкийге келеді, сонда Троицкий айтады, сен тәкаппарлығыңды сындыру керексің. Кез келген сынақ бізге берілетін, бізді сындырады. Особенно ажырасу сипаты болғанда, күйеуіміз ішкен кезде, бала шағамыздың жаман жолға түскен сондай бір ситуацияларында біздің тәкаппарлық жаман сынады. Біз әшейінде ешкімді менсінбей жүрсек те, ешкімге артымызға қарамай, өзімізден кейінгілер таптап өтіп келе жатсақ та, күйеуіміздің тарапынан, баламыздың тарапынан қандай да бір жаман жағымсыз әсер болғанда, біз сынып кетеміз. Сонда Троицкий айтады, жаңағы бүкіл дүние мүлкі конфискацияға кетіп, күйеуі істі болып, бірақ күнде дымсыз қалған әйелге айтады, сен тәкаппарлығыңды сындырғанда проблемалар шешіледі дейді. Сонда ол әйел айтады, тәкаппарлығымды қалай сындырамын, мен не істейін дегенде не дейді? Подъезд жуасың дейді. Ойлаңызшы, үлкен чиновниктің өзінің үйінде көмекшісі бар, аспазы бар, бала күтушісі бар, арнайы жүргізушімен, арнайы жаңағы VIP персоналарды алып жүретін көліктермен жүретін, тек қана VIP персоналарды жүретін жерде үлкен бір жоғарғы масштабқа кетіп қалған адамға, басқа әлемге өтіп кеткен адамға мына жаққа қайт деп тұрды. Өзіңнің шыққан тегіңе орал деп тұрды. Осы жаққа келіп тәкаппарлығыңды сындырасың деп тұрды. Көрдіңіз бе? Адам барынан айырылғанда бәріне көнеді. Сонда сол әйел күнде таңертең арнайы водительмен, арнайы жүргізуші, арнайы көлікпен келеді. Айдалаға көлік тоқтатады, жүргізушіні қалдырады, шелегін алады, тряпкасын алады, келеді де ескі 5 этажды үйдің бұл болған оқиға подъездін жуып бастайды. Ойлаңызшы, подъезд жуып жатқан кезде біреу өтіп келе жатады. Подъезден түсіп келе жатыр да, лестницадан, баспалдақтан. Ол сіз жуып бітсін деп күтіп тұрмайды. Таптап астын өтіп кете береді. Сіз иіліп жуып жатасыз, ол таптап өтіп кетеді. Бір күн жүреді әйел, 2 күн жүреді, 3-ші күн жүреді. Өте қатты қиналу, өзінің үйінде жерде жатқан инені көтермейтін адамға подъезді жуу, ол жерге біреу дәрет отырып кетеді, біреу бүкіл мусорын тастай салады, тазалау күн сайын. Ауыр ма? Мүмкін сіздер үшін түкке тұрмайтын дүние сияқты болып көрінуі мүмкін, күн сайын өзінің үйінің уборкасын жасап жүрген әйелдерге. Бірақ енді ол дүниеден алыстап кеткен адамға бұл әрине үлкен сынақ. Солай ол әйел 1 күн, 2 күн, 3 күн, 7 күн бойы сол дүниені жасайды. Сонда айтады, 7-ші күні ол әйел сол подъезд жууға, кәдімгі жұмысқа келгендей қалыпты жағдай сияқты келген. Қалыпты жағдай сияқты қараған. Бұл не деген сөз? Тәкаппарлығы сынған. Осы 7 күн осы жұмысты жасап, өз тәкаппарлығын сындырады. 2 аптаның көлемінде күйеуінің жұмысы шешіліп, жаңағы тергеуден босатылған екен. Бұл шынайы болған оқиға. Яғни біз осы оқиғалар арқылы нені білдіреміз? Мен көп көзім жетті, бір адамдар болады, мен сені құртам, түбіне жетем деп жүреді. Өзі кеп қадалады. Тура сол проблема өзінің басына келгенде тәкаппарлығы сынады. Мен саған көрсетем, бүйтем, сөйтем деп жүреді. Әсіресе, мысалы, біз көбінесе кімді басынамыз? Өзімізден әл ауқаты төмен адамдар басынамыз. Кеш үйді жинап беріп кетші, не болды бір айтқан кезде істей салмайсың, қонақ шақырсақ кел қамыр жай, бүйт сүйт деген сияқты өзімізден әл ауқаты үлкен адамдардың алдында, өзімізден жоғары адамдарға біз көрсетпейміз ондай мінезімізді. Біз оларды жұмсамақ түгіл, олар бізді жұмсаса жүгіріп тұрамыз, былайша айтқан кезде. Яғни тәкаппарлықты сындыру арқылы сіз не істейсіз? Өзіңіздің потогыңызды ашасыз. Түсінесіз бе? Сіз мына жаққа жолыңыз ашылған кезде, жолды ашқан кезде, мына жақты ұмытуға болмайды. Анау айтып жатады ғой, мышлениені өзгерту үшін бай адамдармен аралас, бай адамдармен жүру керек деген. Бұл жерде біз әр нәрсенің ара-жібін ажыратуымыз керек. Ақ пен қараның арасын айырататындай дүниеге өтуіміз керек. Қазақтар айтады ғой, үлкенге құрметпен, кішіге ізетпен дейді. Өзімізден байларға құрметпен қараймыз ба? Кедейлерге ізетпен қарау керекпіз. Біз мына жаққа құрметпен қарап, мына жақ таптап кететін болсақ, мына жақ бізді таптайды. Мына жаққа не көрсетеміз? Мына жақ соны бізге көрсетеді. Мына жақты қалай қорқытамыз? Мына жақ бізді солай қорқытады. Мына жақтан қалай 10 теңгесін тартып аламыз? Мына жақ солай біздің 100 мыңымызды тартып алады. Не ексең соны орасың, не берсең соны аласың. Сондықтан да егер біз
Мысалы жаңағы тәкаппарлық дегеніміз не? Тәкаппарлық дегеніміз адамдарды менсінбей бастау. Аллахтың алдында бәріміз бірдейміз айтып отырмыз, иә, бәріңіз білесіздер оны. Бірақ сезініп көріңізші бәріміз бірдейміз дегенді. Ойлаңызшы, сіз өзіңізді президентпен бірдей қоя аласыз ба? Қоя алмайсыз. Сіз үшін ол басқа бір дүние, оны көруді, онымен араласуды армандамайсыз да, ол мүмкін емес, өйткені ол бір басқа планета сияқты. Сол сияқты өзіңізден төменгі, мысалы үшін сіз бір мекемеде қазір есепші болып жұмыс жасайсыз. Мүмкін мектепте мұғалім шығарсыз. Мысалы, ойлаңызшы, сіз той жасайтын болсаңыз, мектептің директорымен пол жуатын адамды бір дастарханға отырғызасыз ба? Алалайсыз ба сіз? Алалайсыз. Сізді де солай алалайды. Сіз мына жақты қалай төмендетесіз, мына жақ сізді солай төмендетеді. Енді қараңыз, ең үлкен тәкаппарлықты біз кімге жасаймыз? Бізді дүниеге әкелген ата-анамызға жасаймыз. Ата-анам маған дұрыс тәрбие берген жоқ. Мені қиналған кезде қолдаған жоқ. Мені ұрған кішкентай кезімде. Яғни мен не деймін? Мына әке-шешеме қалай әке-шеше болуды үйретемін. Олар маған қолдаған жоқ осындай кезде. Олар қолдау керек. Әке-шеше былай қолдайды, әке-шеше былай болу керек. Мен үйретемін сендерге әке-шеше болудың қандай болу керек екен. Тәкаппарлықты сындыруды ең бірінші ата-анамыздың алдында перзент болудан бастау керекпіз. Сен менің әкем мен шешемсің, мен сендердің балаларыңмын. Сендер менен ақылдысыңдар, сендер менен мықтысыңдар, сендер менен биіксіңдер деген кезде біз өзіміздің балалық позициясындағы өз орнымызға келіп тұрамыз. Кішкентай ғана баламын мен. Мен өз орнымды білемін. Яғни әке-шешенің алдындағы тәкаппарлығыңызды сындыра білсеңіз, әке-шешеңізге құрметпен қарап, әке-шешеңіздің алғысына, батасына қаншалықты молынан кенелесіз, соншалықты сіздің жолыңыз ашыла береді. Ең бірінші тәкаппарлықты сындыруды қайдан бастаймыз? Ата-анаға сөз қайтармаудан бастаймыз. Ту дұрыстап киінші, дұрыстап сөйлеші, сен дұрыс сөйлей алмай жатырсың. Әкем ішеді, анам өз-өзін ұстай алмайды. Әке-шешеден намыстану деген дүниеде өте көп кездестіремін қазіргі қоғамда. Бұндай кезде біз не істейміз? Бұндай кезде өмірден өкінішке орай өте көп таяқ жейтін боламыз. Өзінің ата-анасына құрметпен қарамаған, ата-анасының сөзін жүре тыңдаған адамдар көбінесе күйеу тарапынан, ата-ене тарапынан, баласының тарапынан өте көп сынақтарға тап болады. Ата-анасын сыйламаған адамды күйеу сыйламайтын болады шамамен, әйел сыйламайтын болады. Одан кейін балаларына ауысады. Сен тәкаппарлығыңды сындырмайынша, сенің тәкаппарлығыңды сындыратын ситуациялар көбейе береді. Сондықтан өмірде үлкен таяқ жемей тұрып, өзіңді өзің сындырып, тәубеңе келіп, өзіңнің бетбақтығыңды өзің жеңіп, қай жерде сөйлеуді, қай жерде үндемеуді біліп алғанымыз дұрыс болады. Енді қараңыз, ақша бізге фоточкадан келмейді, ақша біз диванның астынан алмаймыз. Кошелегімізді ашып қалсақ, ақша Алла тағала толтырып қоймайды. Ақша бізге адамдар арқылы келеді. Клиент, мүмкін инвестор, мүмкін партнеріміз, иә. Қай жағынан болсын, ақша адамдар арқылы келеді. Тәкаппарлықты сындырған адамда не үшін ақша көп болады? Өйткені ол кез келген адаммен тіл табыса біледі. Көше мына біреу демейді. Ойбай мынаны деп мынаның алдына жүгірмейді. Ол адамның барлығының тілін табуды біледі. Адамның оған қандай қарым-қатынас жасап жатқаны маңызды емес. Мына бір клиент өзінше болып қалған. Мынау не керек екенін түсінбейді. Мынау алмайды, ақшасы жоқ, кедей деген түсінік жоқ ода. Ол кез келген адаммен бірдей сөйлесе алады. Кез келген адамның тілін таба алады. Кез келген ашуланып тұрған адамды сабырға шақыра алады. Кез келген адамға өзінің сөзін өткізе алады. Сондықтан да өзіңізді зерттеңіз. Ең бірінші тапсырма, қандай адамдарды көрген кезде сіз ашуланасыз. Бұның артында әрине біздің травмамызда болуы мүмкін. Мысалы үшін маған бір әйел айтады, мен салақ адамдарды көргенде өте қатты ашуланамын дейді. Енді біз бұнымен балалық шағымен жұмыс жасаған кезде нені байқаймыз? Бұл апасының қолында өскен, анасының кішкене үй тірлігінен кішкене бір жаңағы пысық емес екендігі байқалады да. Апасы айтқан, сенің шешең салақ, сенің шешең салақ, сенің шешең балаға. Сонда мына қыз ойлаған, сенің шешеңді мен бақтым. Егер сен шешең баққанда сен салақ болып жүретін едің. Яғни апасы мына қыздың құлағына салақ адамдар жаман, салақ адамдар бала баға алмайды, салақ адамдардың қолынан түк келмейді, сіңіре бергенсің. Бұл қыз баласы
уже салақ деген сөзді естісе, салақ адамды көрсе дірілдей беретін халге жетіп келген, ашуланады, өзін ұстай алмайды. Бұл жерде әрине тағы да біздің балалық шақпен травмамен жұмыс жатады. Яғни біз қабылдаймыз, бір адам салақ болады, бір адам олақ болады, бір адам ішеді, бір адам шегеді. Бірақ ішіп жатқан анау адам маған қатысы жоқ. Ол адамның өмірі менің өмірім емес, менің өмірім, менің организмім, ағзам мүлде бөлек. Жер бетінде 7 миллиард адам бар, 7 миллиард мінез бар, 7 миллиард тағдыр бар, 7 миллиард зависимостиде тәуелділік бар. Әр адамның өзінің проблемасы бар. Маған оның ешқайсының қатысы жоқ. Адамның бәріне мен құрметпен қараймын. Ешкім менен төмен емес, ешкім менен жоғары емес. Бәріміз Аллахтың алдында бірміз. Егер менің дәрежем мына адамнан жоғары болса, ол менің керемет күшті адам болғандығынан емес, менің керемет өзіме жұмыс жасағандығынан, бұл Алланың маған берген нығметі. Аллаға шүкір. Мынау да мендей болады, анау да мендей болады. Немесе мынау да мендей болады, мен анандай бола аламын. Ештеңе қиын емес, оп-оңай. Өмір сүру оп-оңай. Яғни біз қолымыз жетпей жатқан нәрсе үшін қатты күресу тәкаппарлыққа жата ма? Жатады. Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан тартып аламын. Асықпаймыз, сабырмен шешеміз. Жүрегімізге махаббатты толтырамыз, махаббатты үлкейтеміз. Соңымыздағы, алдымыздағы, маңайымыздағы адамдардың бәріне махаббатпен, құрметпен қараймыз. Сол кезде біз өз тәкаппарлығымызды өзіміз сындырған сайын бізге байлықта, бақытта, атақта оп-оңай келетін болады. Бұл өмір соғыс емес, күресіңдер, нәпсімен күресіңдер, тәкаппарлықпен күресіңдер. Соғыста жүрген жоқ, біз ешкіммен күресудің, соғысудың керегі жоқ. Бәрі оп-оңай. Осы қалпымызда отырамыз. Біреу бізге жамандық айтып жатырмыз ба, ішімізден айтамыз: мен сізге бақыт тілеймін, хопана-пуана, мен кінәлімін, мен сізден кешірім сұраймын. Мен сізге жаман ой салсам кешірім сұраймын, мен сізді жақсы көремін, сізге Алланың да жаусын, төрт-ақ сөз. Қайталаймыз. Қасымыздағы адам өзгере ма? Өзгереді. Сіздің көзқарас өзгергенде ол адамның мінезі өзгереді. Бірінші өзіңіздің көзқарасыңызды, ойыңызды, ниетіңізді өзгертіңіз. Қасыңыздағы адам әлбетте өзгереді. Егер көзқарасым өзгерді, ойым өзгерді, ниетім өзгерді, мына адам өзгермей жатыр десеңіз, маған келіңіз. Бірақ сіз маған келмейсіз, өйткені олай болуы мүмкін емес. Олай болса, біз қайтеміз? Айналамызға сый құрметпен қараймыз. Айналамызға жақсылық жасауды, міндетсінбей жақсылық жасауды өзіміздің кәдімгі күнделік жасайтын күн тәртібімізге енгізіп қоямыз. Көшеде шашылып жатқан қағазды ерінбей көтеріңіз. Сіз алмасаңыз басқа біреу алады. Басқалардың еңбегіне құрметпен қараңыз. Біреу сізге тиісіп жатса, ол өзінің ішкі халін білдіреді. Құрметпен қараңыз, мен сені түсініп тұрмын. Менің жетістігім сенің, мысалы үшін, сен немене өстіп ақша тауып жатсың, сен байқасашы өстіп жүргенде, деп біреу сізге тиіседі ма? Менің ақша тапқаным, жетістігім сіздің ашуыңызға тиіп тұрған, мен сіз іштей. Мен сізді түсініп тұрмын. Іштей махаббатымызды сол адамға жібереміз. Махаббат дүниені құтқарады. Махаббат дүниені өзгертеді. Тәкаппарлық сындыруға байланысты мен жаңа айтып өттім. Кімде-кім ата-анасының позициясын түсініп, әкем өз орнында, анам өз орнында, мен баламын, мен солардың баласымын дейтін позицияға келсе, өз орнында тұратын болса, ол адам өмірде өз орнын оңай табатын болады. Ол жаңағы Картман үштігіндегідей құрбандық халіне, құтқарушы халіне кете бермейді, әркімнің орнына жүгірмейді. Өзімнің орнымды білемін. Күйеуімнің сүйікті жарымын, балаларымның аяулы анасымын, ата-анамның Құдай берген перзентімін. Әр адамның алдында менің өз рөлім бар, өз орным бар. Енді осы тәкаппарлыққа байланысты ең бірінші сіздерге берілетін тапсырма: мен әкеме не үшін разымын? Он разылығыңызды жазып шығыңыз. Бәлкім әкеңіз сізді баққан жоқ, әкеңіз сізді тастап кеткен шығар, әкеңізден бір қорлық, қиындық көрген шығарсыз. Сізге әкеңізден көрген жамандығыңызды, қорлығыңызды жаз деп жатқан жоқпын. Әкеме разымын. 10 разылықты жазып шығыңыз, және мен анама не үшін разымын? 10 разылықты жазып шығыңыз. Тіпті менде болған, әкесінің өмірі көрмеген анасы, былай некесіз туып алған екен, сол қыз балаға әкеңізге не үшін разысыз дегенде 3 күн бойы ештеңе айта алған жоқ. Мен оны көрмесем өмірімде, мен болмаса не айтуым мүмкін? Бірақ 3 күннен кейін балалық позициясындағы жұмыстарды жасап, оның өзінің жақсы қабілеттерін оятқан кезде, оның әкесіне разылығы 10 емес 50-ден асып кеткен кез болды. Осы мінез үшін разымын әкеме. Мені дүниеге әкелуге атсалысқан үшін разымын. Осы жарық дүниені көріп жүргеніме разымын деген керемет жүрегінде разылық оянған болатын.
сол сияқты әкеңізге не үшін разысыз, анаңызға не үшін разысыз, осыны 10-10-нан жазып қойыңыз. Бұл бірінші тапсырма. Екінші тапсырма, тәкаппарлық сындыру. Қай кездерде сіздің тәкаппарлығыңыз оянады? Тәкаппарлықтың артында травма бар. Мысалы үшін, күйеуім диванда жатып алса, мен тәкаппарлығым оянады. Дейтін әйелдер бар ғой, бар. Мен асырап жатырмын осы үйді. Мен осы үйді адам қылып отырғам. Мен ұстап тұрмын бұл үйді. Мынау жатыр кешке дейін. Менің сүйреуіммен адам болып жүрген бұл бір байқұс деген сияқты тәкаппарлық қатты оянады. Қай кезде сіздің тәкаппарлығыңыз оянады? Бұның артында не жатыр? Мына күйеу осылай қабілетсіз болып қалып кетсеші. Мына отбасы, бала шағаның ауыл жүгін өмір бақи мен арқалайын ба? Оған менің шамам жете ма деген жан айқай қорқыныш жатқан болуы мүмкін. Яғни сіз бүгін тәкаппарлығыңыз қай кезде оянады? 10 состояние, 10 халді жазып шығыңыз. Мысалы үшін, басқалар мені жұмсағанда тәкаппарлығым оянады. Немесе мені қонаққа шақырып дұрыс көңіл бөлмей қалса тәкаппарлығым оянады. Күйеуім маған көңіл бөлмей қалса тәкаппарлығым оянады. Мысалы үшін, күйеуіміз көңіл бөлмей қалса да, жаңағы мынандай кісілер бар, мен елдің алдында сөйлеуге ұялам дейді да. Былай қарасаң, ұялшақтық, тәкаппарлық емес, бір қарапайымдылық сияқты болуы мүмкін. Бірақ бұның артында қандай сөз жатыр? Мен басқалар сияқты күшті сөйлей алмай жатырмын. Мен күшті қылып өзімді көрсеткім келіп тұр. Мен басқалардың күшті сөйлегенін қызығып тұрған жоқпын, қызғанып тұрмын. Бар ма тәкаппарлық? Әрине бар. Қандай керемет әдемі сөйлеп жатыр. Аллаға шүкір, мынау Аллахтың бір керемет шешен қылып жатқан адам екен ғой деген сүйсіну жоқ. Мен неге мынау сияқты сөйлей алмай жатырмын? Мынау неге менен артық? Бұны әке-шешесі осындай жақсы оқытып, жақсы сөйлеткен екен ғой. Мен байқұс ешкім өйтіп бермеген екен ғой. Мен сонда содан сорлы болып қалған екен ғой деген сияқты артын қоздырып қазбаламаймыз. Барлық жағдайға құрметпен қараймыз. Яғни қай жағдайларда тәкаппарлығыңыз оянады, осы 10 ситуацияны жазғаныңыз дұрыс. Жалпы тағы да қайталап айтамын, тәкаппарлықты сындыру дегеніміз өмір сүруді оңайлату дегеніміз деп түсінсеңіздер болады. Өмір сүру оп-оңай болса, бақытқа жетуде, байлыққа жетуде әлбетте оп-оңай.